Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Айдын. Сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Сол үшін видеоға қарап, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерге өз экрандарыңыз видео түсіру жайында көп видео түсіріп, түсіндірдік, айттық. Ал енді сіз видеоны түсіріп болғаннан кейін оны балаларға немесе басқа біреуге жібермей жатып өзгерту керек болса, оны қалай өзгертеміз? Бүгін соған жауап беруге тырысамыз. Мен өзім қолданып жүрген ең мықты, өзіме ұнайтын қосымшамен сіздерге бөлісуге дайынмын. Сол үшін қараңыздар, ең бірінші болып біз Play Marketқа барамыз. Сіздерге InShot деген мықты видео редакторды көрсетемін. Қараңыздар. Негізі видео редакторлар өте көп. Видео дегенді редактировать, өзгерту дегенді білдіреді. Бірақ мен өзіме ұнайтын ең ыңғайлы мен үшін осы қосымша InShot деп аталады. Осыны орнатып болғаннан кейін ішіне кіресіздер. Открыть. Қараңыздар, енді мен мысалы сіздерге қалай видео өзгерту керек, соны көрсетейін. Біріншіден біз жаңағы өзіміздің немізге кірдік қосымшамызға. Кіргеннен кейін бізге не керек? Бізге видеоны өзгерту керек. Сол үшін видео деген жерге басамыз. Новый плюсқа басамыз. Енді өзіміздің видеомызды таңдаймыз. Мысалы, мен жаңағына видео түсіргенмін. Сол видеоны мен өзгерткім келеді. Птичкаға басамыз мына жерде. Птичкаға бастық. Қараңыздар енді. Өте бәрі түсінікті, өте бәрі ыңғайлы. Тез бір айтып шықсам болды. Біздің түсірген видеомыз осы. Енді бұл видеоға біз не істесек болады? Ең астындағы батырмалары басып көрейік. Қараңыздар. Ең бірінші host деген сөз. Сіздің түсірген видеоңыз экраны қандай болу керек? Сол білдіреді. Міне. Оригинал ма? Осылай ыңғайлы болсын деп болсын ба? Немесе подогнать деген бар. Сіздің неңіз түсірген формат ең ыңғайлы оптимальный подгонка істейді. Сол жақтан тұрсын ба, оң жақтан тұрсын ба? Керемет. Мен көбінесе оригинал болып істеймін, бұл жағын өзгертпеймін. Сол үшін ары қарай кеттік. Екіншісі музыка. Ең мен көп қолданатын бөлім осы музыка. Өйткені сіздің түсірген видеоңыз балаларға біраз тартымды болсын десеңіз, музыка қосып ұмытпаңыздар. Музыкаға басамыз. Және де біздің мысалы музыка таңдау үшін мына жерде мысалы песни, эффекты немесе өзіңіздің аудиозапистеріңізді қоссаңыздар болады. Мен песняға кіремін. Және де дайын өзімнің өлеңдерім бар. Не осы жерден таңдайсыздар, сіздерге берілген варианттардан. Немесе мына жерде моя музыка деген кіресіздер. И өзіңіздің интернеттен жүктеп алған өзіңізге ұнайтын музыкалар, осы жерден оларды жүктеп қойсаңыздар болады, орнатып қойсаңыздар болады. Бұл музыкалар, мелодиялар сөзсіз болу керек. Сіз видео түсіріп түсіндіріп отқан кезде ол сөзбен бірге болатын болса, ыңғайсыз болады, түсініксіз болып қалуы мүмкін тыңдап жатқан адамдарға. Мысалы, музыканы таңдаймыз. Міне, көрдіңіздер ғой, біздің музыкамыз мына жерге тұрды. Оның астындағы мына жерде менің видеом. Екеуі параллельно тұр. Видеода, музыкада кетіп бара жатыр деген сөз. Енді музыканы қосқаннан кейін ешқайда шықпай, сразу мынақта объем деген жер бар. Соны біз өзгертуіміз керек, өйткені музыка слишком қатты болса, ол естілмейді. Сіз айтқан сөздеріңіз. Объем деген жерге басамыз. Мына жерде қараңыздар, міне объем деген жер бар. Соған басамыз.
керекті пайызға апарамыз. Көбінесе 1-2 пайыз қойсаңыздар жетеді. Ол өте жақсы естіледі. Одан кейін птичканы басамыз да, окей. Міне, былай қарап шықсақ, менің видеом мен, менің музыкам не істеді? Уже дайын. Тексереміз десек, мынақты play деген батырма бар, соған бас көреміз. Тоймаркқа барғаннан кейін, бұл жерде көрдіңіз ба? Тексеріп көрдік. Менің сөзім естіліп жатыр, музыкада жақсы естіліп жатыр. Енді былай бәрін бар соңына дейін қарап тексеріп шығамыз. Қараңыздар, музыка мына жерде бітіп қалды. Бірақ мен не істеймін? Тағы да жаңадан үшеге қоссам болады музыканы. Мынау батырмаға басып, жаңағы песни плюс қайталаймыз. Немесе бұл музыканы қайталаймыз десеңіз, повторять етеміз. Тура осы музыканы. Музыканың үстіне басамыз мелодияның. Және де бізге мына жерге қараңыздар, дублировать деген батырма шығады. Не деген сөз? Сіз жаңағыны қолданған музыканы, оны дейді, копировать етеді. Тура сол пайызымен, громкость дейді ғой, қолданады. Бастық, қараңыздар, ол жағастырды. Жаңағына біткен жерінен тура сол музыканы қосып жібереді. Енді былай соңынан қарап шығам. Ол менің видеом бітті. Музыкам да осы жерде жеткілікті екен. Бәрін бітіргеннен кейін птичканы басамыз. Егер де тағы да басқа бір қосатын затыңыз болса, мына жерде стикер бар. Мысалы, қалаған стикерлеріңізді қалаған жеріне қосасыздар. Мына басасыздар. Былай, мысалы, үлкейтесіз, кішірейтесіз, керек жерге оны қойып қоясыз. Егер де басқа, мысалы, текст қосам десеңіз, мына текст бар. Текст үстіне басамыз. Және де сіздің, мысалы, видеоңыздың керекті жерінде бір текст жазатын болсаңыз, былай жазасыз. Былай оны үлкейтесіз, кішірейтесіз, айналдырасыз, и, мысалы, птичканы басамыз. Окей. Ол қай жаққа оны қоясыз, онда өзіңіз мынаяқтан астында таңдай аласыз. Мынау сіздің текстіңіз, оның үстіне басасыз да, видеоның керекті жеріне минутасына апарасыз. Көрейік. Бастым. Былай енді жылжыталамын. Керек жеріне апарып қойдым. Болды. Егер оны, мысалы, текст ұзақ уақыт тұрсын десеңіз, мына жерде қараңыздар. Мынандай стрелкалар бар. Соң үстіне басып, солға немесе оңға созсаңыздар болады. Мен мысалы оңға созайын. Енді бұл текст ұзақ уақыт бойы тұрады. Көрейік. Видео түсіріле бастайды. Видеоны түсіріп болғаннан кейін, осындай бүкіл сіздің видеоларыңыз үстіп үшеде тізіліп тұрады. Көрдіңіз ғой, ұзақ уақыт бойы тұрды. Егер текст керек болмай қалса, тағы да текстің үстіне басамыз. Мына удалить деген жері бар. Немесе копировать, редактировать, өзгерту, өзіңіз таңдайсыз. Мен мысалы қазір удалить етем. Болды? Окей. Одан да басқа көптеген қызметтер бар. Енді олардың бәрі бізге керек емес. Қолдансаңыздар болады. Өте жақсы, өте бәрі түсінікті. Орысша жазылып тұр. Соңғы нәрсе, мына жерде бізге разрезать деген батырма бар. Егер сіз түсірген видеоңыздың кейбір жерлері керек болмай қалса, обрезать деген жерге басасыз. Және де өзіңіздің, мысалы, бүкіл видеоңыз ішінен керекті несін таңдап аласыз. Домалақтарға басып, қараңыздар. Былай не істей аламыз? Вырезать ете аламыз, біздің видеомыз бәрі дұрыс, оны вырезать етпей қоямыз. Өстіп қала берсін. Птичканы бастық. Бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сәлем достар. Басқа ешқандай өзгерту керек болмаса, ең үстінде бізге қараңыздар, мына жерде сохранить деген батырма бар, соған басамыз. Сохранить.
өте маңызды жер. Бұл жерде сіздің видеоңыздың сапасын сұрайды. Видеоның сапасы мына жерде көрсетілген, қанша пи, и мына жерде қанша мегабайт екенін размерін көрсетеді. Мысалы, мен көбінесе 720 деп таңдаймын. Бұл өте жеткілікті. Таңдадық, мысалы, біздің не басталды? Конвертация басталды. Сіз жаңа түсірген видеоны өзгерттіңіз, музыкасын қостыңыз, кестіңіз, и бәрін істеп болғаннан кейін ол сіздің видеоңызды дайындайды, және де дайын болғаннан кейін сіз ол видеоны бөлісе аласыз. Инстаграмға, ватсапқа, фейсбукқа, немесе басқа жерлерге. Болды, 100%-ға келгеннен кейін сіз видеоңызды көре аласыздар. Өте мықты құрал, жайлап бұған келу керек, бұны қолдану керек. Видеоны қараған үшін сіздерге көп рахмет. Ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар, қош сау болыңыздар. Goodbye.